Assalamu alaikum, эфирде Zaman декабрьнің 7-сі Қарамыш халінің 1379 күні студияда Мавиле Мұхтарова чалыша. Меджлис рейсінің муавинлері Илми Умеров яқтым чегос Виянада көрішулер кечере бұны Меджлис рейсі Рифат Чубаров білдірді. Сабадан Илми Умеров яқтым чегос ОБСЕ засолған 12 мемлекетінің тышышлер нәзірлері еле көрішті. Бұны немберабер Америка Бірлешкен Девлетлерінің баш кетебі Рекс Тиллерсін еле көрішулері олажақтыр. Музакерелерде ишғал алтындағы ярым аданын вазиеті, саяси мобислерінің азат етілмесі ве Русияге қаршы басқы құветлештірілмесі лафетіле. Обговорювалися теми, пов'язані з ситуацією з правами людини в Криму, з політв'язнями. Санкції відчуваються на Росії, країні-агресору, але треба їх терміново поглиблювати, аби змусити Росію піти з окупованих нею територій. Русияның Украина истелясы Авропа хавсызлығы үшін ең бұйық телеке олып қала. Бұақта Рекс Тиллерсін айтты. Америка Бірлешкен Девлетлерінің баш кетебі Бельшикада иш зәретінен бұлынып, бұрсыра көрішулер өткерді. НАТО баш кетебі Йенс Столтенбергнен де көрішті, бұдынен берабер НАТО мемлекетлерінің тышышлер нәзірлерінің топлашуында иштирак етті. Російська агресія в Україні залишається найбільшою загрозою для європейської безпеки і вимагає постійної трансатлантичної єдності у протистоянні цій загрозі. Наші союзники у НАТО підтримують суверенітет України та її територіальну цілісність. Ми не приймаємо зусилля Росії, яка намагається змінити міжнародно визнані кордони України, і не визнаємо незаконну окупацію Росією Криму. Қырымда Мемет Белялов, Сейран Салеев и Тимур Ибрагимовның давасы бүгін саат 14-те бақылажақ еркішілерінің жезасы белгіленежектір, ЭКА евелсі белгіленген незарет алтында қалма мұдетлері соңына келмекте. ФСБ Ахмежетінің Киев район махкемесіне оны ұзатмаға режа етті еркеклер октябрінің 11-інде яқаланды. Тимур Ибрагимов, Мемет Белялов, Сервер Зикирияев, Сейран Салеев Ерне Саметовның евлеріне сабадан түнтуінен келгеніділер. Олар Русияде сақланған Хизбут Тахрир тәшкілетінде иштирак етмесінде қабатлана. Русия қанунына көре олар 5 ел апыз жазасына ала біле. Бүгінгі махкемеден мен яқшылық аслы беклемейім. Да уч диндашларымыздың кем бүгінгі балаларымыздың бағланған бір вазиетке махкемесі бір күн кечті. Ве оларға 3 айға апсханеге отырғанны создылыр. Оның үшін мен білесем, бүгінгі нәтижесі өледе olacak. Zulüm yapқан акимиеттен адалетлік беклемейім. Қырымда Қырым татарлар ишғалжы акимиет өгінде имайессыздыр бұақта Русия адвокаты Марк Фейгин білдірді. Екі ерлі адвокат Эмиль Курбединов и Эдем Семедляев қырымлыларының ақларыны бозған махкеме даваларының эксериетіні өз бойынына алмаға мejбур. Фейгин Илми Умеровның давасынен ұғрашып эснас инжеліклеріні бөле. Русия адвокатлары Қырымда чалышмақ үшін Москвадан келмеге мejбур бұйсе халқары ұқуқ жетінден яңлыш сайла. Ишғалжы акимиет имайежелер аз олсын деп ерше япа. При, так сказать, громком каком-то деле, да, там, как дело там, того же Ильми Умерова, это можно делать, так сказать, привлекая внимание общественности, поскольку у него бэкграунд другой, все-таки 25 лет был чиновник, депутат и так далее. А там люди попроще сейчас остались. И репрессии по отношению к ним, они имеют хорошую перспективу с точки зрения ФСБ. Дональд Трамп Кудусны Израиль пайтақты оларақ таныды. Дүнияның 8 мемлекеті Франкистан, Боливия, Мысыр, Италия, Сенегал, Исвечия, Британия ве Уругвай. Бұл себептен Бірлескен Миллетлер Қауіпсіздік шурасының acele топлашуына талап ете. Ең яқын вақытта Америка Бірлескен Девлетлері елшіханесіні Тель-Авивден Кудусқа ауыстырмаға істей.
Кудус Израиль ве Филистиннің давалы шайрыдыр. Израиль оны 1967-6 күнлік жеңттен соң контроль алтын алды. Ләкин шарқы қысмының ишғалі дүнияда аляда танылмады. Бұтын четел елчіханелері Тель-Авивде яда Кудус живарында ерлеші. Түркия президенті Режеп Тайып Эрдоған Американың қарарындан соң мұсылман ишбірлігі тешкілаты мемлекетлерінің лидерлеріні топлай. Алмания, Бүйік Британия ве Франкистан лидерлері Америка Бірлешкен девлетлерінің қарарыны такбих етті. Канада есе Кудусның статусы оның үшін деңіш межегіні қайдетті. Kudüs, Sayın Trump, Müslümanların kırmızı çizgisidir. İsrail'e destek mahiyetinde böyle bir kararın alınması sadece uluslararası hukukun ihlali değil, aynı zamanda insanlık vicdanına da vurulmuş ağır bir darbedir. Kaldı ki bu bizim diplomatik ilişkilerimizi İsrail'le koparmaya kadar da gidebilir. Олег Сенцов аққында Левха Москва-Дакар Докфест весиқалы кино фестивалін açты. Процесс адына алған Левха ilk сефер көстерілді. Тешкілетшілер фильмні Русияде көстергенде провокациялар олажағыны беклейділер. Бір қачынсан келіп фестиваліні сатқынлар малиетті деп айтмаға башлады. Еріштан тыш ату иштиракчилері аққында «Война зарады мыру» фильмі де көстерілді. О истиляжы Русия аққында тариф ете. Русия Девлет Думасының спикер Муавина Медениет Назерлігі баш прокуратураға мұраджат етіп, Мескүр Левхана тешкірмегері жайытты. Қырымда Русия спортшылары үшін альтернатив олимпиаданы кечірмеге теклиф етіле. Бойле фікірні экстремаль спорт чешетлерінің Ишғалжы Федерация елбасшысы Константин Видиш сеслендірді. Русия тақымы допинг қауасындан соң Женеви Кореяда өткерлежек олимпиададан чықарылды. Допинг құланмаған ве Русия темсаллері алмай жағбазы спортшыларға олимпиадада иштирак етмеге изін берілді. Было бы хорошее решение, чтобы в России проводились для наших спортсменов в таких ситуациях какие-то свои Олимпийские игры. Ишғал етілген Қырымның мемори сыңырында ұзын-ұзын невбетлер аққында лафлар доғыры дегалі бұны Украина сыңырчылары айдынлата. Бұлтырға баққанда бұл сене 11 ай ішінде ишғал етілген топырақның сыңырындан кешкен инсанларының сайысы 7% аз еді. Машиналар есе 5 қат аз олды. Декабрның 5-інде Чоңғар кечіш ноқтасында ярымадаға кірмеге істегенлерінің сайысы пек аз еді. 5 грудня у контрольному пункті Чонгар співробітники Держприкордонслужби оформили найменшу кількість громадян, які перетинали адмінмежу із анексованим півостровом у 2017 році. В обох напрямках прослідувало лише 1475 осіб. Құруджылықда бетмеді, ләкин талаплар інді чоқ Русия нақлият нәзірлігі Кереч көпірінден ташымасы ясақ етілген шейлерінің жедвелін ұтызды. Ишғал етілген ярымада ве Русияны бағлайжақ көпірден селя, оның спорт чешетлері ве атта мұляшыны ташымаға мүмкін дегіл екен. Қырымда археологлар сейрек раст келген мезарны тапты. О милләттан evvel 3-ші асырға айттыр. Мезар Бақчысарайының шымал тарафында yol құручылығы вақтында тапылды. Андақы шиялар, арбиялетлер ве акимиет темсаллері ола біле. Он был небольшой изначально, его высота была где-то не больше метра, а диаметром 46 метров он был. Мы предполагали, что там будут захоронения определенной эпохи, но мы думали, что это будет ранний железный век. Оказалось, что этот курган принадлежит к населению, которое жило здесь в 3-м тысячелетии до нашей эры. Шымдылық бұл соңғы хабарымыздыр. Саат 12-де яңа хабарлерні украинча сейретмеңіз мүмкін. Аты әрілі олыңыз.